Армысыздар, өмір тамаша арнасының құрметті көрермендері. Біз 2,5 мың жылдық тарихы бар көне Хиуа қаласының ішінде орналасқан әйгілі Ичан қала кешеніндеміз. Бүгінгі бейне тарихи ескерткіштерге толы. Арнадан ажырамаңыздар. Ичан қала Хиуаның ішкі қаласы. Әйгілі жібек жолы керуенінің тоқтайтын жері болған. Археологиялық деректерге сүйенсек, қала 5-6 ғасырларда пайда болған. Бүгінгі таңда аспан асты мұражайы. Ичан қала кешеніне дәстүрлі стильдегі тұрғын үйлер мен сәулетті ескерткіштері кіреді. Ең таңқаларлығы, Ичан қала тек мұражай емес, сонымен қатар мұнда кәдімгі адамдар тіршілік етеді. Елестетесіз бе? Мұражайдың ішінде тұрғылықты халқы бар. Мұнда негізінен қолөнермен айналысатын отбасылар тұрады. Қаланы қоршап тұрған қорғанның ұзындығы 2 шақырымнан астам, биіктігі 10 метрге дейін жетеді және қабырғаларының қалыңдығы 5-6 метр. 4 жағында 4 қақпасы қойылған. Мына тұтас майоликамен қапталған көрнекті ғимарат Кальта Минор деп аталады және Хиуа қаласының визиттік карточкасы болып табылады. Биіктігі 29 метр. Бір кездері ол орталық Азиядағы ең биік мұнара болады деп жоспарланған. Бірақ Хиуа билеушісі қайтыс болып, құрылыс тоқтап қалған. Бұл күндері кез келген саяхатшы Кальта Минордың қасында суретке түсуі дәстүрге айналған. Мұнда Ұлы Жібек жолы дәуірінің ең бай мұрасы сақталған. Шығыстың ертегісінде керуен дәуірін тамашалауға әлемнің түкпір-түкпірінен қонақтар келеді. Мұны сіздер өздеріңіз жасайсыздар ма, әлде алып келесіздер ма? Өздеріңіз жасайсыздар ма? Міне достар, бұл тұрғын қолөнер бұйымын сатуда. Аспан асты мұражайында қала халқының тарихи мәдени мұраларын айшықтап тұратын ескерткіштер көптеп кездеседі. Келушілер мақта матадан, ағаштан, саз балшықтан жасалған түрлі қолөнер бұйымдарын кәдесый ретінде сатып ала алады. Мына көріп тұрғандарыңыз табиғи жібек. Хиуаның тағы бір мақтанышы Ичан қаладағы шеберханаларда тоқылатын хорезм жібек кілемдері. Баяу және көп еңбекті қажет ететін процесс жібек құртының пілләләрінен басталады. Олар қолмен өңделеді және табиғи бояғыштарды, өсімдіктер мен минералдарды пайдалана отырып үлкен құтыларда боялады. Бұл ауыр жұмысты ер адамдар атқарады, ал қалғаны әйелдердің иығына түседі. Түрлі түсті жіптен жасалған кілемдер қарапайым тоқыма станоктарында тоқылады. Қолөнерші бір күнде небәрі 1 сантиметрге жуық тоқиды, ал тұтас кілем жасау үшін көлеміне қарай 1 жылдан 3 жылға дейін уақыт қажет. Мына бас киімінің атауы чугурма, хорезмдіктердің ұлттық бас киімі. Әйелдерге арналған бас киім. Ертеде Хиуа дін мен ғылымның ірі орталығы болғандықтан, мұнда медреселер тығыз орналасқан. Хиуадағы ең алып мұнараның биіктігі 50 метрден асады, және ол көз алдарыңызда тұрған Ислам Қожа мұнарасы.
20 ғасырдың басында салынғанына қарамастан, ол ескі қаланың сәулетіне тамаша үйлеседі және қаланың кез келген нүктесінен көрінеді. Ал ең қызығы, оған кез келген адам шығып, Хиуаны тамашалай алады. Мұндай мүмкіндікті пайдаланып, біз де мініп көрейік. Мұнара ішімен көтерілу көп күшті қажет етеді және 10 минуттан астам уақыт алады. Тар спиральді баспалдақтың ішіне жарық орнатылған. Қалай болғанда да Ислам Қожа мұнарасы Хиуа қонақтарына ерекше әсер етеді. Бір кездері мұнара бірнеше қызмет атқарған. Ол әрі бақылау мұнарасы, сонымен қатар діни рәсім атқарды. Атап айтқанда, мешітке азан шақыру үшін пайдаланылды. Сондай-ақ халықты билеушілердің жарлықтарын оқу үшін жақын маңдағы алаңға шақыру және басқа да жағдайларда пайдаланылды. Бұл төмпешіктердің барлығы молалар. Мұражайдағы үйлерге заманауи құрылыс материалдарын қолдануға рұқсат жоқ. Мұнараның жанында Ислам Ходжа медресесі салынған. Осы ретте Ислам Ходжа кім деген орынды сұрақ туындайды. Ол 1907-1913 жылдары Хиуа хандығының бас уәзірі, қазіргі тілмен айтқанда премьер-министр қызметін атқарды. Сондай-ақ 35 жасында бас уәзірлікке тағайындалған ең жас саясаткер еді. Қызмет барысында ол шариғат бойынша қылмыскерлер мен бұзақылар үшін тағайындалған кейбір жазаларға қарсы шыққан. Кино өнері ешқашан болмаған көршілес Бұхара әмірлігінің консервативтік басшылығының саясатына қарама-қайшы, Ислам Ходжа Хорезмде фото және кино өнерінің дамып, пайда болуына өз үлесін қосты. Орыс және еуропалық мамандарды Хиуаға шақырды. Бүгінде мұражайға айналған медресе өз заманында дін істері, салт-дәстүр, тарих, логика, математика, құрылыс, каллиграфия салалары бойынша мамандар дайындаған. Оған 15 жасқа толған балалар қабылданған. Мына ыдыс бір қарағанға қол жуатын құман сияқты, ал іс жүзінде бұл самаурын екен. Мынау оттығы, ал мынау шүмегінің қақпағы. Осындай керемет ыдыс. Ал мына табаққа Хиуа хандығының 1556 жылы құрылғаннан 1920 жылы патша өкіметі қиратқанға дейінгі хандар шежіресі жазылған. Мұражайға Хорезм халқының ұлттық нақыштағы түрлі жәдігерлері қойылған. Мұнан бөлек қонақтар үшін мұражайда қонақ үйлер, тамханалар, түрлі ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылған. Туристер естелікке ұлттық киіммен фотоға түсе алады. Мыңдаған жылдық тарихты бойына жинаған мұражайда адам шыр етіп дүниеге келгеннен өмірден озғанға дейінгі бүкіл өмірі көз алдыңда сайрап жатқандай. Бұл қаланың мәдениеті өте тереңде жатыр және кез келген саяхатшыға ұнауы сөзсіз. Құрметті көрермен, осымен видеоны аяқтаймын. Ұнаса арнаға жазылып пікір қалдырып қойыңыздар. Сіздер үшін Айнұр. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Доброго дня.